Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін баршамызға парыз етілген Құран кәрімнің сүрелерін қалай жаттадым, қандай амалдарды қолдандым, сол жайлы сіздермен бөліскім келеді. Мені қолдап лайк баса отырыңыздар. Жаттаудың өзім пайдаланған 4 әдісімен бөліскім келеді. Соның ең әуелгісі дұрыс ниет ете білу. Ниеті түзу адамға Алла тағала сұрағанын береді. Одан кейін екіншісі дұға жасау. Алла тағаладан қай уақытта болсын қолымызды жайып дұға сұраймыз. Мысалға, мынау секілді: бар әлемнің Раббысы, я жаратушы ием, дәрменсіз пенде екенімді ұмытып, біліп-білмей жасаған күнәларым үшін мені кешіре көріңіз. Зейінімді ашып, есте сақтауымды жақсарта көріңіз. Әмин. Осылайша дұға жасаймыз. Бұл жай ғана мысал. Сіз өзіңіздің шынайы жүректен шыққан сөздеріңізді айтыңыз. Одан кейін үшінші, қағаз бетіне сол сүрені жазамыз және қалаған жеріңізге іліп қойыңыз. Төртінші, сүрені күнделікті тыңдаймыз. Бос уақытта күнделікті үзбей тыңдаймыз. Алла зейініңізді ашсын. Имани байлық бізді тозақтан құтқарады, жәннатқа жетелейді. Назарыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк баса отырыңыз. Рахмет.